Сәлем достар, бүгінгі сұрақ. Мен сабақ оқуға бастаған кезде телефонға кіріп кете берем. Қайтып телефоннан келетін сообщенияларға қосылып, сабағымды мүлде оқи алмай қаламын. Қалай продуктивный болуға болады? Әдеттегі жақсы сұрақ достар, әдеттегі жақсы сұрақ. Барлықтарыңызға көп рахмет. Бүгін біз дәл осы сұраққа жауап беретін боламыз. Міндетті түрде арнаға тіркеліп кетіңіздер, бастамас бұрын арнаға тіркеліп кетіңіздер, комментарияға дәл осы сұрақтың жауабын өздеріңіздің ойларыңызбен, өздеріңіздің лайфхактарыңызбен, өздеріңіздің идеяларыңызбен жауап беріңіздер. Лайк басып кетіңіздер, бұл видеоны достарыңызға таратыңыздар, олар да сабақты продуктивно оқысын, продуктивності түспесін, продуктивності плюс 400 болсын. Менің инстаграм аккаунтыма тіркеліп кетіңіздер, ол описанияда тұр. Бұл болашақ мұғалімнің арнасы, кетіп бастаймыз. Сонымен продуктивності қалай көбейтуге болады? Бірнеше методикалар бар, бір жақсы методика бар. Бұл помодоро методикасы. Помодоро методикасы бұл сен 25 минут бойы жұмыс жасайсың, толық ештеңеге көңіліңді аудармай. Толықтай 25 минут уақытында сол жерге арнайсың, 25 минуттан кейін 5 минут демалсын, қайтып 25 минут. Енді шыны керек, ол нақты солай болу керек, обязательно емес. Сен өзгерте аласың, мысалы 30 минут жасайсың, 10 минут демаласың, 30 минут, 10 минут, 40 минут, 20 минут, бірақ 25-те 5 деген сияқты ол өте бір демалып алуға да сен қатты шаршамайтындай да болады. Помодоро методикасы өте жақсы. Яғни сен дәл осы методиканы қолдан, яғни 25 минут бойы ештеңеге көңіліңді аударма. Болды, ештеңеге көңіліңді аударма. Бұл помодоро методикасын өзінің өміріне қолдану үшін қосымшалары бар қазір. Негізінде бар ғой, қазір өмір деген күшті, ой. Енді күшті деп айта алмайсың. Бірақ мүмкіндіктер өте көп. Бірдеңе өмірге қолдануға, бірдеңе өмірден алып тастауға, продуктивті болуға. Forest деген арнайы приложение бар, қосымша бар, Play Market'та қарап көрдіңіздер. Forest'те сен қателеспесем, дәл осы 25 минут бойы жұмыс жасайсың. Бірақ сен ол жерде экраннан шығып кетпеу керексің. Яғни телефонды сол жерге қойып қойғаннан кейін телефоннан шығып кетпеу керексің. Сен 25 минут бойы жаңағындай өзіңнің қойған уақытына байланысты сен тоқтамай жұмыс жасасаң, ештеңе шықпай, ештеңе алаңдамай, онда сенің сол жердегі ағаш болады, сенде арнайы ағаш өседі. Ал егер сен шығып кетсең, ағаш солып қалады, ағаш құрып кетеді. Сондықтан сенде дәл осындай бір мотивация, осыны сіңіріп өседі. Бұл бір. Екінші, артық сообщенияларды алып таста. Саған керек емес, артық группалардан шық. Артық сообщенияларды алып таста. Уведомление өшіріп қой. Тек қана енді әкеңнен, анаңнан, отбасынан келетін, маңызды келетін адамдар, маңызды лицолардан енді оларды ашып қоясың. Бірақ TikTok'тағы уведомление саған керек емес, оны өшіріп қой. Инстаграмдағы уведомление керек емес, оны да өшіріп қой. WhatsApp'тағы кейбір группалар бар, олардан шығып кете салсаң да болады. Кейбірлерін тоже жаңағындай оларды да уведомлениені өшіріп қойсаң, келетін SMS-ті өшіріп қойсаң, болды, сен алаңдамайсың. Сен енді осыны өшіріп, жаңа помодоро әдісі арқылы жасасаң, сенде максимально концентрация арқылы жасасаң, сенде продуктивності өседі. Бізде осы достар өте керемет болды деп ойлаймын. Міндетті түрде өмірге қолданайық, өйткені өмірге қолданбаса бұның барлығы ешқайда рөл атқармай қалады. Келесі видеолар кездеспес бұрын, кетіп қалған жоқсың деп ойлаймын. Кездеспес бұрын міндетті түрде Teenager Club'қа қосылып кетіңіздер. Teenager Club бұл менің авторлық курсым 3 блоктан тұрады. 3 блоктың ішінде біз қаржылай сауатты боламыз, біз жақсы әдеттер қалыптастырамыз, жаман әдеттерден арыламыз, және де арман мақсатымызды, болашағымызды өз қолымызбен жазамыз. Толық ақпарат описанияда. Енді кеттік. Келесі видеоларда кездескенше продуктивті, максимально тұрғыда продуктивті бола алайық.